Сәлем тыңдарман. Бүгінгі видеода Біріккен Араб Әмірлігі және оның президенті жайлы болмақ. Біріккен Араб Әмірлігі 7 әмірліктен тұратын таяу шығыстағы федералды мемлекет. Олардың қатарына Абу-Даби, Аджман, Дубай, Рас-әл-Хайма, Әл-Қибани, Фуджейра және Шарджа. Ол 1971 жылы тәуелсіздік алған ел, ал астанасы Абу-Даби. Президенті Мұхаммад ибн Зайд әл-Нахайян. Мұхаммад ибн Зайд 1961 жылы 11 наурыз айында дүниеге келген. Біріккен Араб Әмірлігінің 3-ші президенті болады. Ол Біріккен Араб Әмірлігі негізін қалаушы Зайд ибн Султан әл-Нахайянның 3-ші ұлы, ал анасы Фатима бинт Мубарак. Ол өзінің ағасы Біріккен Араб Әмірлігінің бұрынғы президенті Халифа ибн Зайдтың кеңесшісі болған. Ол инсульт алған кезде ол барлық негізгі шешімдерді қабылдай отырып, 2014 жылдан бастап Абу-Даби әмірлігінің және барлық Біріккен Араб Әмірлігінің нақты билеушісі болды. 2019 жылы The New York Times оны ең қуатты араб билеушісі және жер бетіндегі ең ықпалды адамдардың бірі деп таныды. Ислам аралық стратегиялық зерттеулер корольдік орталығының мәліметі бойынша Мұхаммад 2023 жылы әлемдегі ең ықпалды 8 мұсылманның бірі деп атады. Оның бірнеше бауырлары бар. Халифа, Султан, Хамдан, Хазза, Саид, Иса, Нахайян, Саиф, Тахнун, Мансур, Фалах, Дияб, Омар, Халид, Абдулла және одан бөлек әпкелер де бар. Біліміне келетін болсақ, 14 жасында әкесі оны Мароккоға оқуға жіберген. Онда ол жалған атпен өмір сүрді, сондықтан оны корольдік мәртебесін ешкім болжаған жоқ. Ол жергілікті мейрамханада даяшы болып жұмыс істеген және өзін қамтамасыз етті. Ол өзінің туған қаласы Әл-Әйн мен Абу-Дабидегі мектептерде білім алды. Содан кейін ол 1979 жылы бітірген Сандхерстегі корольдік әскери армияда оқыды. Сандхерстте оқып жүргенде ол бронды іс бойынша негізгі курстан өтті. Ұшу және парашютпен дайындықтан өтті, жауынгершілік ұшақтармен ұшты. Одан кейін Мұхаммад Біріккен Араб Әмірлігіне үйіне оралып, Шарджада офицерлі дайындау курсынан өтті. Ол Біріккен Араб Әмірлігі қарулы күштерінде Әмири гвардиясының офицерінен Біріккен Араб Әмірлігі әуе күштерінің ұшқышына дейін бірқатар қызметтер атқарған. 2003 жылы қарашада әкесі Зайд ибн Султан оны Абу-Дабидің тақ мұрагері етіп тағайындады. 2014 жылы Біріккен Араб Әмірлігі президенті Халифа ибн Зайд инсульт алғаннан кейін ол барлық негізгі шешімдерді қабылдай отырып Абу-Даби әмірлігін және барлық Біріккен Араб Әмірлігінің нақты билеушісі болды. 1981 жылы Салам ибн Хамдан ибн Мұхаммад әл-Нахайянға үйленді. Олардың 4 ұлы және 5 қызы бар. Салам бин Хамдан әмірліктердің патшайымы. Ол өзінің қайырымдылық қызметімен және өнер саласындағы меценаттығымен танымал. Ол Абу-Дабидегі орналасқан Салама бин Хамдан әл-Нахайян қоры негізін қалаушы және президенті. Достар, видео ұнаған болса каналға тіркеліп, лайк басып және пікір қалдырып кетіңіздер.